Мен Арғынбаева Асылжан, 9-А сынып оқушысы оқуға құштар мектеп жобасының аясында Абай Құнанбаевтың қара сөздерін оқыған болатынмын. Соның ішінде мен 3-ші қара сөзге тоқталғым келеді. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағанын, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынын, жас сөзі аз болатұғынын, өздерінің жалқау болатұғынын себебі не? Хамма қауымға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған, әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ, мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтінінен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеуші малын көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарым қылса, арызы жеткендік, сый өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы.